Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Каналға қолдау ретінде подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Жаз мезгілінде ең дәмді, тәтті жемістің түрі ол қарбыз. Оны ересектер де, балалар да ерекше жақсы көреді. Әрі тілімін ауызға барған сайын бұл ірі жемістің құрамында қаншама пайдалы қасиеттер бар екенін біле бермейді. Қарбыз шырыны жұмсағы, қабығы мен дәні халық медицинасы мен косметологиясында кеңінен пайдаланылады. Қарбыз шырыны несімен пайдалы? Қарбыз шырыны мен жұмсағы С, Е, Б дәрумендері мен фолий қышқылы, көп мөлшерде кальций, калий, магний, натрий, темір мен фосфорға бай. Қарбыз шырынының қасиеттері мен қанықтығы оны көптеген ауруларға ем ретінде дәрі-дәрмек етті. Ол атеросклероз, артрит және қант диабеті сынды ауруларды емдеуде үлкен көмек бола алады. Қан қысымы жоғары адамдарға және цистит, простатит сынды ауруларда зардап шегетін адамдарға қарбыз шырынын жиі ішу ұсынылады. Қарбыз шырының ересектерге ғана емес, балалар ағзасына да мол пайдасы бар. Оның көмегімен балаларда жиі кездесетін диурезді емдеуге болады. Бұл шырынды бауыр, бүйрек, несеп жыныстық жүйе ауруларында ішу ұсынылады. Сонымен қатар ағзадағы барлық шығару үшін, бүйректегі тастың шығуын желдету үшін ішу керек. Несеп айдау әсерінің күштілігінен шырын ағзаны холестериннен тазартады. Қарбыз шырыны адам ағзасына пайдалы да, зияны да бар. Бір жағынан ол бүйрек пен жүрекке салмақ түсіреді, бірақ сонымен қатар тамыр қабырғаларын қатайтып, қысымды реттейді. Бұл жүрек бұлшық етінің жұмысын қалыпқа келтіреді, иммунитетті күшейтеді және ағзаны дәрумендермен қамтамасыз етеді. Қарбыз сығындысы зат алмасуды жақсартады. Су, тұз алмасуын реттейтін тамаша сусын. Оны күйзелістік жағдайдың алдын алу үшін, обыр ісігінің таралуын тежеу үшін, стрестегі төтеп беруді күшейту үшін, іскіндікті басу үшін, қышқылдық деңгейін реттеу үшін тағайындалады. Қарбыздың көмегімен анемия, ерлердің жыныстық әлсіздігін емдейді. Бұлшық ет қатайып, оттек пен құнарлы заттармен қамтамасыздандырылады. Видеоның астына өзіңіздің ойыңызды жаза кетіңіз.